Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика сабағының 13-ші сабағын бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын балалар, бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпа. Ал біз бастаймыз. Бірінші есеп. Суретке қара, заттарды сана. Ең бірінші бізге балалар ақ үшбұрыштарды санау керек. 1, 2, мына жерге 2 деп жазып қоямыз. Келесі күлгін үшбұрыштарды санаймыз. 1, 2, 3, 4. 4 санын жасаймыз. Енді салыстырамыз. 2 үлкен бе, 4 үлкен бе? Дұрыс балақай, 4 үлкен. Келесі есеп, астындағы есеп. 4 бұрыштар, сары 4 бұрыш берілген, санаймыз. 1, 2, 3. Және көк 4 бұрыш берілген. Оның да саны 3. 3 тең 3 болады. Енді балалар бізге пирамида берілген. Пирамидалардың саны барлығы 6 екен, балалар. Жасыл түстісі 4, қызыл түстісі 2. Демек 4 үлкен 2 деп жазамыз. Келесі қызыл түсті 6 бұрыштыр балалар. Соның саны 1, 2, 3, 4, 5. 5 қызыл түсті 6 бұрыш бар екен. Және бір ғана 6 сары түсті 6 бұрыш бар. Енді жазамыз балалар. 5 мына жағына 1 деп жазамыз. Сонда қайсы үлкен болады балалар? Әрине 5 үлкен болады. Келесі балалар. Үстелдегі күлгін дөңгелектерге қарап санаймыз балалар. Күлгін түстісі 3 және көк түстісі 3. 3 тең 3 болады, балалар. Енді бізге парталар мен тақтаны санау керек. Бізде парталардың саны балалар, қараңдаршы, неше оқушы отыр? 6 оқушы 6 партада отыр. Демек 6 деп жазамыз. Және бір ғана тақта бар. 6 бірден үлкен деген таңбаны қоямыз балалар. Келесі есепке көшейік. Егер барлығы түсінікті болса, екінші есеп 6 санының құрамын айт. Балалар, мына жерде 6 бұрыштар бар екен. 6 санның құрамы толықтай көрсетіліп тұр, қызыл және көк түспен. Қараңдаршы, қызылдан 5, көктен 1. Демек 5-ке 1-ді қоссақ 6 болады деген сөз. Сол сияқты астында балалар, қызылдан 4, көктен 2. Қызылдан 3, көктен 3, қосындысы 6. Қызылдан 2, көктен 4. Қызылдан 1, көктен 5. Барлығының қосындысы балалар 6 болып шығып жатыр. Сол сияқты мына берілген есепті де бірге шығарайық балалар. 5 қосу деп тұр. Қандай санды қосқанда 5-ке 6 шығады. 5-ке 1-ді қосқанда. Сол сияқты балалар астына жалғастырып кете береміз. 5 қосу 1 тең 6, 4 қосу 2 тең 6, 3 қосу 3 тең 6, 2 қосу 4 тең 6, 1 қосу 5 тең 6 деп балалар. Есебіміз түсінікті болса, әрі қарай жылжайық. Бос орындарға тиісті сандарды ата және жаз. Балалар, бізде 6 бұрышты қызылдан 3 тұр, көктен 3 тұр. Демек, астындағы бос төр көздерге толтыруымыз керек. 3-ке қандай санды қосқанда 6 болады. Дұрыс айтасың, 3 қосу 3 тең 6. Астындағы есеп 6 азайту 3 тең 3 болады. Келесі есеп 4-ке қандай санды қосқанда 6 болады. 4 қосу 2 тең 6. Керісінше енді 2 қосу 4 тең 6. 6 азайту 2 тең 4. 6 азайту 4 тең 2. Келесі есеп 5 және 5 қызыл 1 көк тұр. Демек 5 қосу 1 тең 6. Орнын ауыстырамыз. 1 қосу 5 тең 6. 6-дан 1-ді азайтамыз. Тең 5 болады. 6-дан 5-ті аламыз. Тең 1. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, осымен аяқталды. Сау болыңдар.